Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. English Plus 6 сыныптың 5 модуль Our Health, біздің денсаулығымыз атты жаңа бөлімді бастаймыз. 56-57 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы Activities in and out of school. Мектептегі және мектептен тыс іс-әрекеттер. Мақсаты I can talk about my school timetable and after school activities. Мен мектептегі кестемен сабақтан кейінгі іс-шаралар туралы айта аламын. Exercise 1. Match 8 of the words in the box with photos on page 57. Then listen and check. Мына берілген сөздерді 57-ші беттегі суреттермен сәйкестендір деп берілген екен. Міне осы беттегі суреттермен сәйкестендіру қажет. Бірінші сурет P, дене шынықтыру. Екінші суретте IST, үшінші Math, математика. Төртінші Chess, бесінші Art, сурет сабағы. Алтыншы Science, жетінші Geography, сегізіншісі Drama. Екінші Do the test your knowledge quiz on page 57. Who got the most answer right? 57-ші беттегі тапсырманы орындайтын боламыз. Біліміңді сынап көр. Team sports are a good way of getting exercise. Which sport is the most popular in British schools? Командалық спорт жаттығудың жақсы тәсілі. Британдық мектептерде қай спорт түрі ең танымал? Футбол, баскетбол and рагби. Және Британ мектептерінде футбол өте жақсы танылған екен. Бірде A. The recommended maximum time you should spend on a computer before taking a break is. Үзіліс жасамастан бұрын компьютерде жұмыс істеуге болатын ең ыңғайлы уақыт. 60 minutes, 60 минут екен. Демек, компьютерде 1 сағат жұмыс жасауға болады екен. Exercising your brain is good for you. 4 people can make 8 chairs in 2 days. How many chairs can 2 people make in 1 day? Миыңды жаттықтыру саған пайдалы. 4 адам 2 күнде 8 орындық жасай алады. 2 адам 1 күнде қанша орындық жасай алады? 2 орындық жасай алады. Playing chess is a very good way to exercise the brain. How many does each player have in this game? Шахмат ойнау миды жаттықтыруға өте жақсы тәсіл. Бұл ойында әр ойыншы саны қанша? 4-те C, 32. Doing art improves your memory and reduces stress. Which color is the most relaxing? Өнермен айналысу өсте сақтау қабілетін арттырады және стресті төмендетеді. Қай түс ең демалдыратыны қайсысы? Blue, көгілдір түс демалдыруға көмектеседі демалуға. We all need fresh air to breathe. What are the main elements in the air we breathe? Демалу, тыныс алу үшін бізге таза ауа қажет. Сол таза ауада қандай элементтер бар? Әрине ол оксиген and карбон. Көміртекпен оттегі. Geographers map where healthy and unhealthy places are. Which countries have the best diet? Географтар сау және зиянды жерлерді картаға түсірген екен. Қай елде ең жақсы диета бар деп беріпті? The Netherlands and Belgium.
Нидерландыда және Бельгияда диета сақталған екен. 7-де C. Acting gives you self-confidence. These students are in a drama class. What are they studying? Актерлік өзіңе сенімділік береді. Бұл балалар драма сыныбында оқиды. Олар не қойып жатыр? Painting by Picasso, A Play to Shakespeare, Book by Darwin. Және де ол Play by Shakespeare. Шекспирдің пьесасын қойып жатыр екен. 7-де B. Келесі exercise 3. Check the meaning of phrases, match other words in exercise 1 with the words in blue. Үшінші тапсырмада сөз тіркестерінің мағынасын тексер. Бірінші жаттығуда басқа сөздерді көк түспен сөздермен сәйкестендір дейді. Яғни бізге мына сөздермен мына жердегі сөздермен сәйкестендіру қажет екен. Мына жерде жазылып тұр. Dance, basketball, music, chess, football, practice. Math, science, history, geography, French, music, ICT test. Math, science, history, geography, French, music, art, homework. Ең соңғы 6-шысы football, basketball and match. Яғни мына көкпен сәйкес келетін сөздерді, мағыналары сәйкес келетін сөздерді осылай ретімен жазып шықтық. Exercise 4. Listen to Alan and Jessica's talk about activities. Complete the sentences. What is their favorite day? Алан мен Джессиканың іс-әрекеттер туралы әңгімесін тыңда, сөйлемдерді аяқта, және де олардың ең қайсысы керемет күн екенін белгіле. Today is good day for Jessica's because she's got drama this afternoon. Бүгін Джессика үшін ең жақсы күн, өйткені оның бүгін несі бар дейді? Драмасы бар. Драма сабағы бар екен. Бірге драма. Mr. Parnell gives Alan's class a history test every Monday. Әр дүйсенбі күні мистер Парнелл Аланның сыныбына тарих сабағынан тест береді. Tuesday isn't a good day for Alan because she's got 2 maths classes in the morning. Сейсенбі күні Алан үшін жақсы күн емес, өйткені ол күні оның таңертең 2 математика сабағы бар. On Wednesday afternoons, Alan's got science at 2 o'clock. Сәрсенбі күні күндіз Аланның 2 сағат ғылым сабағы бар. Alan's got rugby practice after school on Wednesday. Алан мектептен кейін сәрсенбі күні рагбиге барады, жаттығады. Alan plays rugby matches 3 times a month. Алан рагбида 3 сағат айына дайындалады екен, матчы болады екен. Alan classes 4 times a week. Аланның сабағы аптасына 4 сағат. Their favorite day is Saturday. Олардың ең сүйікті күні демалыс Saturday екен. Exercise 5. Study the key phrases. Find similar phrases in the sentences in exercise 4. Which words are different in these phrases? 5-ші тапсырмада берілгендей негізгі сөз тіркестерін зерттейміз. 4-ші жаттығудағы сөйлемдермен ұқсас келетін сөз тіркестерін табамыз. Мысалыға, once a day, once a week, күніне 1 рет, немесе аптасына 1 рет. Twice a month, twice a week, айына 2 рет, аптасына 2 рет. 3 times a week, аптасына 3 рет. 3 times a month, айына 3 рет. At 5 o'clock, сағат 5-те. At 2 o'clock, сағат 2-де. Every Tuesday, әр сейсенбі. Every Monday, әр дүйсенбі. On Friday mornings, жұма күні таңертең. On Wednesday afternoons, күндіз сәрсенбіде. In the afternoon,
кешке, in the morning, таңертең. Exercise 6. Write sentences about your routines and activities using the key phrases. Then interview your partner. What is your favorite day? Мұнда өзінің күнделікті іс-әрекеттерің туралы жаз деп берілген, және де оны өзінің сыныптасыңа оқып бер. I've got swimming practice once a week. Мен аптасына бір рет жүзуге барамын, жаттығамын. We've got an English test on Friday. Біз ағылшын тілінен жұма күні тест тапсырамыз. How often have you got handball practice? Сен қаншалықты жиі handballға жаттығасың? I've got handball practice once a week. Мен handballға аптасына бір рет жаттығамын. When have we got a maths test? Біз математикадан тестті қашан өткіземіз? We've got a maths test on a Monday afternoon. Математикадан тестті дүйсенбі күні күндіз өткіземіз. Мысалға, I've got English practice once a week. Мысалға, мен ағылшын тілінен аптасына бір рет жаттығамын деген секілді. Мына сөздерді пайдалана отырып, немесе Алан мен кімнің Джессиканың әңгімесін тыңдап отырып, өздеріңе күнделікті іс-әрекеттеріңді жазсаңдар болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.